Ассалаумағалейкум, құрметті көпшілік. Мынау қып-қысқа өмірде бар ғой, қамшының сабындай қып-қысқа өмірде бауырларыңызбен сіз біздесіп, араласып қалмасаңыздар ше, өмір деген бір пәсте өтіп кетеді. Адамның өмірі ше. Сол үшін мынау бірге өскен қарындастарыңызды, әпкелеріңізді, ағаларыңызды, інілеріңізді тамаққа шақырып, дастарханға шақырып, бас қосып, жағдайын сұрап тұрыңыздар. Дүние деп көздеріңіз көрмей қалмасын. Құрметті ағайындар, бұл дүние ешкімге жетпеген. Жетпейді ям. Жетпейді да. Бауырларын, небір адамдар, бауырлары, әпке қарындастары питакта жүр, жалдамалы жұмыс істеп. Жағдайы өте нашар, киімдері ескіріп кеткен, тозып кеткен. Бір шалбар алып киюге, бір танкетке алып киюге шамасы жоқ бауырларыңыз жүр көшеде. Сондай ағайындарыңызға, двоюродный бауырларыңызға, туған бауырларыңызға шақырып алып, киім алып беріп, қуандырып қойыңыздар. Ертең өлген кезімізде бар ғой, ақиқат қой өлім, дұрыс па, шындық. Өлген кезімізде бізді жылап, жоқтап көметін бауырларымыз есіне алып, мазарымыздың басына барып, көктас қойып, Құран оқитын, іздейтін бауырларымыз болады. Сол үшін бауырларыңызды іздеп тұрыңыздар.